Білесің бе, мен бір шындықты тым кеш түсіндім. Оған дейін қаншама жылдарым босқа кеткен мазасыздықпен шығындармен өтті. Егер жас кезімде біреу маған осы қарапайым ойды жеткізе алғанда, мен өзімді сансыз ұйқысыз түндерден құтқарар едім. Оның мәні мынада: әлем бұл біздің ішкі күйіміздің үлкен айнасы ғана. Сен өзіңді қадірлеуді тоқтатқан сәтте, айналаңдағы шындықта сенімен санасуды қояды. Сен мейірімділіктің үлгісі болып, жан аямай еңбек етіп, соңғыңды берсең де, егер ішіңде мен жақсырақ нәрсеге лайық емеспін деген сенім ұяласа, өмір саған осы ашы ойдың растығын қайта-қайта дәлелдей беретін болады. Есімде, Данагөй атам бірде шай ішіп отырып былай деген еді: есіңде сақта, Иосиф, егер сен өзің үшін тірек пен құрметтің бастауы болмасаң, әлем мұны саған алтын табаққа салып береді деп күтпе. Мен ол кезде 20-дағы өзіне сенімді бозбала едім. Бұл сөзге қолды бір-ақ сілтедім. Мен бақыттың сыры ыңғайлы болуда, жол беруде, жанжалдаспай, бәріне көмектесуде деп шын сендім. Атам ол кезде тек мұңайып жымиды да, басын шайқап: бұл мейірімділік емес, балам. Бұл қадір қасиеттің жоқтығы. Ал тәкаппарлық пен қадір қасиеттің арасында тағдырды шешетін үлкен тұңғиық жатыр деді. Өмір қатал ұстаз. Егер біз оның сыбырын естімесек, ол ауырсыну арқылы айқайлай бастайды. Менің ақиқат сәтім тақыр жерде қалғанда келді. Өз мүддемді құрбан етіп, жылдарымда арнаған мансабым күлге айналды. Мен олар үшін жанымды салған адамдар, менің пайдама мұқтаж болмай қалған сәтте қайып болды. Осы қирандылардың ортасында тұрып, не үшін? Мен ғой жақсы адам болдым, деп айқайладым. Сол кезде ғана басыма жетті: осы уақыт бойы мен өмір сүрмеппін, мен тек өзімді біртіндеп жоюға келісім беріп келіппін. Мен аз ғана назарға, мені тауысқан жұмысқа, мені ешкімге баламайтын қарым-қатынастарға келістім. Себебі жанымның түкпірінде мен бұдан артығына жарамаймын деп есептедім. Атамның сөздері жадымда құтқару белдігіндей қалқып шықты. Жаратушы бейнесі және ішкі салмақ. Атам маған Тәураттағы адамның Құдайдың бейнесімен ұқсастығында жаратылғаны туралы сөздерді жиі еске салатын. Бұл жай ғана бос әңгіме емес. Бұл іргелі ескерту. Егер сенің бойында жаратушының бөлшегі болса, онда өзіне құнсыз нәрсе ретінде қарауға қандай хақың бар? Өзіңді елемеу арқылы сен бойындағы сол иләхи бастауды елеусіз қалдырасың. Бұл ойлар менің ішімде құрғақ жерге түскен дәндей ұзақ пісіп жетілді. Соңында өмірлік сынақтардың нөсері оларды өсіріп шығарды. Мен бір таңғажайып нәрсені байқадым. Мен өз шекараларымды белгілеп, уақытымды бағалай бастаған бойда айналамдағы әлем де өзгере бастады. Адамдардың сөйлеу мәнері өзгерді, мүмкіндіктер иісі қақты, ал бұрынғы шешілмейтіндей көрінген түйіндер өздігінен тарқатыла бастады. Бірақ бәрі де қатал әрі адал сұрақтан басталды: сен өзіңді шынымен бағалайсың ба? Әдемі сөздермен емес, саған дауыс көтергенде немесе біреудің мақұлдауы үшін ыңғайсыздыққа төзген сәттеріндегі әрекетіңмен жауап бер. Неге сен өзіңді жаман сезінетін жерде қала бересің? Жоғалтып алудан қорыққандықтан ба, әлде өз құндылығыңды сезінгендіктен бе? Көпшілік сүйіспеншілікке ие болу үшін ыңғайлы болуға тырысады. Бірақ шындық қатал, ыңғайлы адамдарды жақсы көрмейді, оларды пайдаланады. Шынайы махаббат пен құрмет ішкі нұры бар, және өзіне адал жандарға бұйырады. Бұл сиқыр емес, бұл көне даналық. Адам ішкі салмағын біздің дәстүрде кавод, құрмет, ауырлық деп аталатын қасиетті тапқанда, ол өзгенің пікірі айдаған қауырсын болуды тоқтатады. Өз құндылығыңды қалыптастыру, өзіңе бастар 6 қадам. Теориядан өмірге қалай көшуге болады? Бұл бір реттік шешім емес, бұл күнделікті дұға сияқты еңбек. Ішкі диалогыңды өзгерт. Біз көбіне өзімізге кез келген жаудан да қаталмыз. Егер сен досыңмен сәтсіздік кезінде өзіңмен сөйлескендей сөйлессең, қасыңда ешкім қалмас еді. Ішкі сыншыңды тоқтат. Өзіңе мен адаммын, менің қателесуге хақым бар, және мен қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын деп айт. Уақытыңды құрметте. Бұл сенің қайта келмейтін жалғыз ресурсың. Оны бағаламайтындарға үлестіруді доғат.
Кінә сезімінен иә деп айтқан сайын, сен өзіңді сатқындыққа қиясың. Ақталмастан жоқ деп айтып көр. Әлем құлап қалмайтынын, керісінше саған деген құрмет артатынын көресің. Сырттан мақұлдау іздеуді тоқтат. Өзгенің үмітін көрсететін айна болма. Сенің құндылығың лайктардың санына немесе бастықтың мақтауына байланысты емес. Атам айтқандай, өз жолыңның жарығы бол. Қарым-қатынастарыңды сүзгіден өткіз. Егер араласу сені кішкентай әрі дәрменсіз сезіндірсе, бұл сенің ортаң емес. Махаббат өсуге шабыттандыруы тиіс, өзіңді құрбан етуді талап етпеуі керек. Токсикалық адамнан кету сатқындық емес, ол өзіңді құтқару. Ортаңды таңда. Біз ыдыс сияқтымыз. Егер сен үнемі күмәнданатын және сынайтын адамдармен қоршалсаң, сенің жарығың сөнеді. Бойыңнан әлеуетті көре алатындарды ізде. Ортаңды өзгерткенде энергияң да өзгереді. Өзіңе адал бол. Егер жаның ауырып тұрса, бақытты болып көрінбе. Ақиқат бұл іргетас. Өз әлсіздігіңді мойындау жеңіс емес, бұл өсу нүктесі. Тек шындықтан ғана нағыз күш туады. Алтын монета туралы тәмсіл. Атам айтып берген оқиға есіңде ме? Бірде Данагөйге өз-өзін бағаламайтын, қажыған шәкірті келеді. Ұстазы оған бір алтын монета беріп, оны базарға апарып, бір күміс теңгеден арзанға сатпауды бұйырады. Базардағы саудагерлер бозбалаға күліп, алтын үшін тек мыс тиындар ұсынады. Шәкірті ештеңесіз қайтып оралады. Сонда Данагөй оны зергерге жібереді. Зергер монетаға бір қарап ақ, ол үшін 10 күміс теңге ұсынады. Мұның мәні қарапайым, егер сені бағаламаса, бұл сенің құнсыз екеніңді білдірмейді. Бұл сенің дұрыс емес базарда жүргеніңді білдіреді. Өз құндылығыңды оны көруге қабілетсіз адамдарға дәлелдеуге тырыспа. Тек зергерлерге қадір қасиеттің шынайы салмағын түсінетіндерге бар. Тазару ретіндегі жалғыздық. Өзіңе барар жол міндетті түрде жалғыздық шөлі арқылы өтеді. Сен жоқ деп айтып шекара қоя бастағанда, үйреншікті адамдардың көбі өміріңнен ғайып болады. Бұл ауыр болады, бірақ бұл қажетті тазару. Ыдысты жаңа әрі таза сумен толтыру үшін алдымен оны ескі сасыған судан босату керек. Тіпті Мұса пайғамбар да халықты бастауға лайық болғанға дейін 40 жыл бойы тыныштықта қой бақты. Жалғыздық бұл сенің ішкі өзегің шыңдалатын уақыт. Өзіңді құрметтеу айқайлап жариялауды қажет етпейді. Ол тыныштықта көрінеді, таңертең қалай оянғаныңнан өз денеңе қалай күтім жасан. Қалай жауап бергенің. Бұл ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ екенін біліп, сабыр сақтай алу қабілеті. Егер өмірің тығырыққа тірелгенін сезсең, кішкене қадамнан баста. Дәл бүгін өзіңе ұнамайтын бір істен бас тарт. Бір кішкентай жетістігің үшін өзіңді мақта. Мен істеуім керек дегеннің орнына мен таңдаймын деп айт. Өз құнын білетін адам тағдыр үшін ешқашан арзан болмайды. Сенің ішкі тірегің бұл ешкім тартып ала алмайтын нәрсе. Осы заңмен өмір сүре бастағанда, ғалам саған тұзақ құруды қойып деңгейіңді көтере бастайды. Ескі мәселелердің қалай еріп кеткенін, олардың орнына жаңа мүмкіндіктер мен шынайы, терең махаббаттың келгенін көресің. Бойыңдағы осы жарықты сақта. Өмір дастарханында құрметті қонақ болуға лайық бола тұра, қалдықтарға келіспе. Сенің жолың бір шешімнен басталады, өзіңді осы дүниедегі жаратушының тірі бейнесі ретінде бағалай бастау.